12 бөлім. Пайғамбардың нұрлы Мединаға көшуі. Өзінен басқа сыйынуға лайықты Құдай болмаған ұлы Алла Тағалаға мақтаулар болсын. Оның сүйікті құлы әрі елшісі Мұхаммадқа, оның жанұясына, оның артынан ерген барлық сахабаларына Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Ассаламу алейкум, сіздерге Аллахтың рахымы мен берекесі болсын. Бәрімізге сүйікті болған пайғамбарымыздың өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз. Алла Тағала Мекке тұрғындарына көшуді рұқсат берді. Өздерінің отанын, туып өскен, тәрбиеленген қаласын, дүниесін, саудасын тастап, жат жерге көшуге дайындалды. Осының бәрі ұлы да құдіретті Алла Тағаланың жолында. Бауыры бауырын, анасы баласын, баласы ата-анасын қалдырды. Осы уақытта мұсылмандардың барлық жанұясы көшті де, кейбірі ғана кешірек көшті. Осылайша мұсылмандар Аллахтың ризалығын өз жандарының ләззаттарынан жоғары қоя білді. Бұл көшті исламда хижра дейді. Яғни арабшадан көш деген мағынаны білдіреді. Алғашқы көшкен жанұя бәлкім екінші Ақабадағы сертке дейінгі көшкен Абу Саляманың жанұясы саналады. Бұл жанұя Аллах Тағаланың ризалығы үшін көшкісі келді. Бірақ Саляманың туысқандары оны күйеуімен жібермей жандарында ұстап қалды. Сонда Абу Саляма жалғыз өз көшуге бел буады. Ол жалғыз өз көшті. Ал ұлы анасымен қалады. Абу Саляманың туысқандары баланың шешесіне келіп, оны өздеріне алып кетпекші болады. Бірақ Саляманың туысқандары баласын шешесімен қалуын талап етіп жатады. Екі жақтың ұрысы төбелеске ұласып, жанұя толығымен бытырап кетеді. Бала күйеуінің туысқандарының қолында, күйеу көшіп кетті. Ал Саляманың өзі төркіндерінде қалды. Осы қиыншылықтың бәріне олар не үшін шыдап сабыр сақтады? Әрине, Алла үшін, Аллахтың елшісі үшін. Оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Саляма әр күні күн батқанша Меккенің шетіне шығып, күйеуімен баласын еске алып жылап отыратын. Осындай халде ол 1 жыл жүрді. 1 жылдан соң оған рұқсат беріп, ол жалғыз өз көшіп жолдасымен қосылады. Жолда оны Осман ибн Тальха көріп, оны пайғамбардың мешітіне дейін шығарып салады. Осылайша мұхаджирлер Меккеден құпия түрде топ болып және жалғыз өздері көшіп жатты. Алла Тағала бұл жайлы Құранда былай дейді. Лил-фуқарa'ил мухаджирин الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Әсіресе сондай жұрттарынан, малдарынан қуылғандар, Аллахтан мәрхамет, ризалық іздеп, Аллахқа елшісіне көмек еткен пақыр мұхаджирлер үшін, міне солар шыншылдар. Мұсылмандардың көпшілігі Меккеден құпия түрде шықты. Ашық көшкен тек Омар ибн Әл-Хаттаб. Ол Құрайштарға, мен Мединаға Алла және оның елшісі үшін көшкелі жатырмын. Кім өзінің шешесін баласыз, балдарын жетім еткісі келсе, онда маған пәленше жерде кездессін деді. Омар қаланы ашық түрде өзінің күшімен дәрежесін көрсетіп шықты. Дегенмен басқа мұсылмандар Аллахтың ризалығын қалап және ақыретті қалап құпия түрде көшті. Имандылар Меккеден Мединаға топ-тобымен көше бастады. Ақыр соңы Меккеде мұсылмандардың кішкене ғана тобы қалды. Осылайша Алла Тағала имандыларға бір жерден екінші жерге көшуге рұқсат берді. Пайғамбар Абу Бакрдың үйіне тал түсте келді. Ол Абу Бакрге әдетте келмейтін уақытында келді. Оған Аллахтың елшісі әдетте түске дейін, не түстен кейін келетін. Бұл келудің бір мәнісі бар еді. Абу Бакр, бұл уақытта Аллахтың елшісі бір себептермен ғана келуі мүмкін деді. Бұл күндері сахабалардың көбі Мединаға көшіп үлгерген болатын. Ақабадағы ұлы серттен кейін 2 ай өткен кезде пайғамбар Абу Бакрге келді. Үйде Абу Бакрдың 2 қызы, Айша мен оның сіңілісі Асма болды. Пайғамбар оларды көрген кезде, осындағылар шыға тұрсын Абу Бакр деді. Өйткені бұл іс құпия еді. Өйткені болар іс ұлы да салмақты болатын. Абу Бакрге айтылатын екеуінің арасында ғана қалу керек.
Абу Бакр қыздарына қарап, «Я Аллахтың елшісі, бұлар менің қыздарым ғой» деді. Яғни бұлардың көзінше сөйлесе берсек болады дегені. Олар құпияны ашпайды. Сонда пайғамбар, «Я Абу Бакр, расында ұлы да құдіретті Алла тағала маған шығып көшуге рұқсат берді» деді. Міне, қазір шешімді әрекеттердің уақыты келді. Қазір біз осы үмметтің ұлы сапар жайлы айтамыз. Бірақ Абу Бакрды басқа сұрақ толғантты. Абу Бакрды толғантқан қандай сұрақ? Ол, сенің көшіңде мен серігің боламын ба деді. Сенің саяхатыңда жол серігің болуға рұқсат етесің бе, я Аллахтың елшісі деп жатыр. Пайғамбар, я Абу Бакр, бірге боламыз. Біргеміз, я Абу Бакр. Осы кезде Абу Бакр қуаныштан жылап жіберді. Осы оқиға жайлы Айша былай деп айтады. Мен бұрын соңды әкем секілді қуаныштан жылаған адамды көрмеппін. Абу Бакр қуанышпен шаттықтан жылап жатты. Иә, Аллахтың елшісімен бірге шығатындығын біліп қуаныштан жылап жатты. Аллахтың сүйіктісімен тарихтағы ұлы сапарға бірге шығады. Ол бұған алдын ала дайын еді. Абу Бакр, я Аллахтың елшісі, мен 2 түйені дайындап қойдым. Қалағаныңды өзіңе таңдап ал деді. Абу Бакр жол көрсететін адам Абдулла ибн Урайқытты да жалдаған болатын. Пайғамбар үйден шығып кетті. Құрайыштар үшін пайғамбардың сахабалары балалары мен әйелдерін алып Меккені тастап кеткендер уайым болды. Бұл міндетті түрде Меккенің абыройы мен Құрайыштардың абыройына әсерін бермей қоймайды. Сонда Құрайыштар жиналыс үйінде бас қосуды шешті. Олар әр рудан бір ақсақал келіп, Мұхаммад пен оның сахабаларымен не істейтіндігі жайлы ақылдасып және қазіргі таңдағы мәселені қалай шешетіндігі жайлы келіспекші болды. Құрайыштардың ақсақалдары мен беделді адамдар жиналды. Олардың арасында бір қарт кісі болды. Олар оны білмейтін. Сондықтан сен кімсің деп сұрағанда ол, мен Нед жерінің ақсақалымын деді. Сол кезде олар одан, сені мұнда не алып келді деп сұрады. Ол, мен сендердің жиналыстарың жайлы естіп, өзімнің ақылымды айтып, ойымды қосқалы отырмын деп жауап берді. Олар оның адам емес екендігін білмеді. Оларға келген Іблістің өзі еді. Ол Құрайыштардың тарихындағы ең мәнді жиналысына қатынасу үшін қарт кісінің кейпінде келді. Иә, олардың шешім қабылдайтын маңызды жиналысы. Олар, я ақсақалдар, не істейміз? Мұхаммадты қалай тоқтатамыз? Олардың арасынан Абул Асуад дейтін кісі. Оны біздің қаладан қуып шығып одан құтылуымыз керек деді. Сонда қарт кейпінде келген Ібліс, Аллахтың атымен ант етемін, бұл ұсыныспен келісуге болмайды. Сендер оның әдемі сөйлейтінін білесіңдер. Егер ол басқа бір руға барса, онда олар оның соңынан ереді де, артынша сендерге келіп өздеріңді өлтіреді деді. Бұл сөздерден кейін олар ойланып қалды. Халайық, не айтасыңдар деді. Сонда Абул Бұхтари, менің басқа ұсынысым бар деді. Ол қандай ұсыныс деп сұрағанда ол, меніңше, оны ұстап алып, кісендеп, бір зынданға салып тастау керек деді. Қарт кейпінде келген Ібліс тағы да, Аллахтың атымен ант етемін, бұл оймен де келісуге болмайды деді. Одан неге деп сұрағанда, егер сендер олай істесеңдер, оның ісі сендер жапқан есіктен шығып, оның сахабаларына жетіп, оны сендердің қолдарынан босатып алады. Содан кейін олар сан жағынан сендерден асып, өздеріңді шабады деді. Осы кезде сол үмметтің перғауыны Абу Жахл сөйлей бастады. Ол адамдарға, сендердің бұдан басқа айтарларың жоқ па? Онда менің айтар ойым бар деді. Адамдар одан, ол қандай ұсыныс деп сұрады. Біз әр рудан текті тұқымды қарулы жігіттерін жинап оларға өткір жүзді қылыш берейік деп айтып жатты Абу Жахл. Әр рудан текті тұқымды қарулы жігіттері жиналып, қолдарына өткір қылыштарын алып, Мұхаммадты қоршап, бір дегенде бәрі сұғу керек. Сонда оның қаны барлық рудың мойнында болады деді. Осы кезде Ібліс, расында осыдан тамашасы жоқ. Бұл ұсыныста даналық бар деді. Сонда бұның даналығы қанның барлық рудың мойнына тарайтындығы. Алла тағала бұл жайлы Құранда былай дейді. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
والله خير الماكرين. Мінеки, имансыздар қамамақ болып шара қолданды. Бір заманда олар сені қамауға не сені өлтіруге, немесе шығаруға шара қолдануда еді. Олар шара қолданғанда, Алла шараларын бұзар еді. Алла шара жасаушылардың ең жақсысы. Шешімді шара жасайтын түн келді. Не болар екен? Көп құдайшылдар мен іблістің жоспары жүзеге асар мекен? Осы іс, осы түні жүзеге асар мекен? Не болмаса, ұлы да құдіретті Алла оны құтқарар мекен? Көп құдайшылдардан 11 жігіт бірге жиналды. Олардың алдында Абу Жахил шаттана: «Я Құрайштар, я адамдар, Мұхаммад сендерге, егер оның артынан ерсеңдер, арабтар мен араб еместердің патшасы боласыңдар. Ал өлгеннен кейін Иорданияның бақшасындай бақшаларға иемденесіңдер» деп жүр. Ал егер оған қарсы шықсаңдар, онда сендерге қарсы соғыс жарияланады деп жатыр деді. Кекете. Осылай ол пайғамбарды кекетіп жатты. Содан кейін Абу Жахил: «Ал біз болсақ, бүгін түнде оны өлтіреміз» деді. Бірақ бұл түні оның төсегіне өзін құрбан етіп Али жатты. Ол өзін Аллахтың елшісі үшін құрбан етпекші. Пайғамбар өзін қылыштарын жалақтатып, күтіп тұрған даладағы көк құдайшылдарға шықты. Пайғамбар оларға шықты да, одан кейін ұлы Алла тағаланың мына сөздерін оқыды. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Олардың арттарынан да бөгет, алдарынан да бөгет жасап, көздерін қаптадық. Олар көрмейді. Сонда ешкім пайғамбарды көрмеді. Оны бірде-бір көп құдайшыл көре алмады. Оны тосып тұрған 11 ер кісі оны байқамады. Пайғамбар олардың әр қайсының төбесіне бір уыс топырақ сөгіп, жай барақат өтіп кете берді. Пайғамбардың кетіп қалғанын бір ер кісі көрді. Ол Құрайштарға келіп: «Сендер бұнда неге тұрсыңдар?» деп сұрады. Олар: «Біз Мұхаммадты күтіп тұрмыз. Ол шыққан кезде оны өлтірмекшіміз» деді. Сонда ол кісі: «Сендер не деп тұрсыңдар? Сендер қапыда қалдыңдар. Ол сендердің жандарынан өтіп, әр қайсың төбелеріңе бір уыс топырақ сөгіп, өз шаруасымен кетіп қалды» деді. Солай оны ешкім көрмеді. Олар оны көрмегені, Алла олардың алдына, артына перде құрып, көздерін қаптады да олар Мұхаммадты көре алмады. Құрайштар қарап шынымен ақ бастарынан топырақ себілгенін білді. Содан кейін олар үйдің ішіне кіріп, пайғамбардың ұйықтап жатқанын көрді. Ал шын мәнінде онда Али ұйықтап жатты. Бірақ олар оны Мұхаммад деп шешті. Одан кейін олар таң атқанша күте тұруға келісті. Ал таң атқанда көрпенің астында Али ибн Абу Талиб жатқанын көргенде, бізге түнде айтқаныңге шын болып шықты деп бір-бірін айыптай бастады. Бізге айтқан адамның сөзі рас болып шықты. Алла тағала бұл жайлы Құранда былай дейді: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Олар шара қолданғанда Алла шараларын бұзар еді. Алла шара жасаушылардың ең жақсысы. Өздерінше шара қолданғандарға қарсы Алла тағаланың қолданған шарасына қараңыздаршы. Ол өзінің пайғамбарын қорғап қалды. Пайғамбар олардың алдарынан өтіп, төбелеріне топырақ сөгіп кетті. Ал олардың әр қайсының қолында жалақтаған қылыш болды. Әрі олар қылмыскерлердің ішіндегі мықтылар еді. Ұлы да құдіретті Алла оны қорғап қалды. Өйткені ол өзінің сүйікті құлын қорғайды. Пайғамбар Абу Бакрдың үйіне бет алды. Абу Бакр оны күтіп тұр. Олар өңгөрі бар бір тауға қарай жүрді. Ол өңгөрдің аты Саур болатын. Ол Мекке сыртында орналасқан еді. Ол өңгөрге пайғамбар кірмес бұрын онда тексеріп алу үшін Абу Бакр кірді. Ол өңгөр ішінен 2 тесік тапты. Тесіктің бірін өзінің киімімен бітеді, ал екіншісін аяғымен жапты. Содан кейін пайғамбар кірді. Ол шаршаған болатын. Пайғамбар басын Абу Бакрдың аяғына қойып ұйықтап кетті. Ал Абу Бакр жайлы айтатын болсақ, оның аяғын бір жандық шағып алды да шаққан жер қатты ашып ауыра бастады. Бірақ Абу Бакр пайғамбарды оятпас үшін қозғалмастан шыдап отырды.
Абу Бакырдың көзі жасқа толып пайғамбардың бетіне тамшылар домалап түсіп пайғамбарды оятып жіберді. Пайғамбар одан: "Я Абу Бакыр, саған не болды?" деп сұрады. Ол: "Еш нәрсе болған жоқ" деп жауап берді. Пайғамбар тағы да: "Не болды?" деп сұрағанда ол: "Менің аяғымды бір нәрсе шағып алды" деді. Пайғамбар: "Шаққан жерін маған көрсет" деді де, Абу Бакырдың аяғын қарап шығып, Аллахқа дұға жасап, оның шаққан жеріне түкірігін жақты. Осыдан кейін оның аяғының ауырғанын қойды. Ал Меккенің көп құдайшылдары сасқалақтап, Аллахтың елшісімен Абу Бакырды іздей бастады. Олар Мекке ішінде іздеп, олар таба алмады. Содан кейін олар Меккенің сыртында іздестіре бастады. Аттылар Саур үңгіріне дейін жетіп, оның жанында тоқтады. Ал оның ішінде пайғамбар мен Абу Бакыр бар еді. Абу Бакыр уайымдап, қайғыра бастады. Кім үшін уайымдап жатыр? Ол пайғамбар үшін уайымдап қайғырып жатыр. Пайғамбар: "Саған не болды, я Абу Бакыр?" деп сұрады. Сонда Абу Бакыр: "Егер олардың бірі басын төмен қаратып, аяқ астына үңілсе, бізді байқар еді. Онда сол үңгірден бізді табар еді" деді. Пайғамбар оған: "Үшіншісі Алла болған, екеу жайлы не дейсің?" деді. Алла Тағала бұл жайлы Құранда былай дейді: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Егер сендер пайғамбарға жәрдем етпесеңдер де, оны кәпірлер Меккеден шығарған кезде, үңгірдегі екінің бірі болған сәтте, оған Алла жәрдем еткен. Сол уақытта жолдасына: "Кейме, арасында Алла бізбен бірге" деген. Мына таудың басында Сәуір үңгір орналасқан. Бұл үңгірге қатысты әңгіме пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қоныс аудару оқиғасымен тікелей байланысып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Бакырмен бірге осы таудың басына шығады. Байқап отырсыздар, өте биік шың. Өзіне сенімді мықты кісінің өзі бұл таудың басына 3 сағатта әрең шығады. Қуғыншылардан өзі де құтылып, әрі дінді өзге адамдарға жеткізу үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай машақаты мол сапарды бастан кешірді. Үңгірде олар бірнеше түнді өткізеді, ал өлтіреміз немесе тірідей ұстап әкелеміз деген ниетпен шыққан Меккенің бүкіл мүшриктері осы тауды айналып оларды іздеп жүрді. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам соңынан қуып келген Құрайш мүшриктері дәл осы Сәуір үңгірінің аузына дейін келеді. Абу Бакыр: "Егер олар аяқтарының астына қарағанымда бізді міндетті түрде көрер еді" деп таң қалады. Сонда Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам байсалды түрде Аллаға деген толық сеніммен: "Ей Абу Бакыр, үшіншісі Аллах Тағаланың өзі болған екі кісі жөнінде қандай ойың бар" деген таудай ұлы сөздермен жауап береді. Иә, Абу Бакыр уайымдама арасында Алла оларды жасырды. Келген аттылар осылайша еш нәрсе таппастан жөндеріне шауып кете берді. Абу Жахыл жалғыз өзі Абу Бакырдың үйіне келіп есігін қақты. Оған Абу Бакырдың қызы Асма есік ашты. Абу Жахыл: "Әкең қайда?" деп сұрады. Асма: "Білмеймін" деп жауап берді. "Жоқ, білесің, мен білмеймін." Сонда Абу Жахыл оның бетінен шапалағымен ұрды. Оның сырғасы құлағынан жыртылып түсіп, бетіне қан аға бастады. Қылмыскер Абу Жахыл кетіп пайғамбарды іздестіруін ары қарай жалғастырды. Асманың атасы, Абу Бакырдың әкесі Абу Құхафа келді. Ол өзінің немересіне кіріп, "Ол өзімен бүкіл ақшаны алып кетіп, сендерді қатты ренжітті деп ойлаймын" деп айтты. Асма оның бұл сұрағына: "Жоқ, әкем бізге көп дүние қалдырды" деді. Асма тастарды жайып, оны киіммен жауып қойды. Ақсақал оларды ақша санап: "Егер ол сендерге бұны қалдырған болса, онда дұрыс істеген екен" деді. Асма кейін бұл жайында: "Абу Бакыр бүкіл дүниесін пайғамбарды қорғау үшін алып кетті" деді. Ол өзінің жан ұясына еш нәрсе қалдырмап еді. Пайғамбар мен Абу Бакыр 3 күн бойы үңгірде отырды. Оларға ол жерде көмектескен кім? Көмектескен Абу Бакырдың жан ұясы еді. Асма тамақ таситын. Абу Бакырдың баласы Абдулла
күндіз Меккеде жаңалықтар жинайтында, түнде пайғамбар мен Абу Бакрге барып, Меккеде не болып жатқандығын баяндайтын. Құрайыштардың не шара қолданып жатқандығы жайлы хабарлайтын. Абу Бакрдың босатқан құлы Әмір ибн Хуайр Асма мен Абдуллахтың басқан іздерін өшіру үшін үңгірдің жанында қой бақты. Құрайыштар болса, Абу Бакр мен пайғамбарды ұстаған адамға 100 түйе сый тағайындады. Үңгірден шығатын уақыт келді. Олар пайғамбардың қаласы Мединаға бағытталды. Абу Бакр көшке дайындаған 2 түйесін алып келді. Ол осылардың жақсысын таңда, я Аллахтың елшісі деді. Пайғамбар, жоқ, бұл 2 түйе сеніңкі деді. Абу Бакр болса, жоқ, Аллахтың атымен ант етемін, я Аллахтың елшісі, бұлар саған деді. Асма осы уақытта тамақ алып келді. Асма алып келген тамағын түйеге қалай байлауды білмеді. Сонда ол өзінің белдеме шөберегін алып, оны 2-ге бөліп, түйіншегін байлады. Осы себептен Асманы Затунни Такейн, яғни 2 белдеменің иесі деп атайды. Осыдан кейін пайғамбар Абу Бакр мен сапарға аттанды. Осы үмметтің ең маңызды сапарына аттанды. Пайғамбар сапарға өзінің досы шыншыл Абу Бакрмен аттанды. Олар өздерінің түйелеріне мініп шықты. Олардың жол көрсетушісі Абдулла ибн Урейқит болды. Ал ұлы Алла тағала олардың қорғаушысы болды. Олар Алла тағаланы көз алдында Меккеден Мединаға қарай аттанды. Құрайыштар пайғамбарды қалай да болса ұстап алу ниетімен оларды өлі не тірі күйінде әкелген адамдар үшін 100 түйе сый тағайындады. Мықтылар сол сыйды алуға тырысты. Бірде Құрайыштар өздерінің жиналысында отырған болатын. Олардың арасында Сурақа ибн Мәлик есімді еркісі болды. Меккеден оралған бір адам жолда 3 еркісіні көргендігін және олардың Мұхаммед пен оның серіктері деп ойлайтындығын айтты. Сурақа сол кезде олардың Мұхаммед пен оның серіктері екендігін білсе де, олар басқа рудың адамдары, мен олардың басқа жерден шыққанын көрдім деді. Дегенмен, олардың Мұхаммед пен оның серіктері екендігін білді. Ол Мұхаммедтің қай жерде екендігін жасырғысы келді. Содан кейін ол өз үйіне асықты. Қаруын алып, атқа мініп, сол сілтеген жаққа асықты. Сурақа атқа мініп пайғамбар мен Абу Бакрге қарай асықты. Ол сый өзіне ғана тию үшін оларды өзі ұстағысы келді. Бірақ ол пайғамбар мен оның серіктеріне жақындаған сайын мінген аты сүрініп құлаумен болды. Ол орнынан тұрып пайғамбар мен серігін қуып жетуге асықты. Бірақ Сурақа оларға жақындаған сайын атының аяғы жерге кіріп, соның салдарынан сүрініп жығылумен болды. Абу Бакр пайғамбар үшін қорқып уайымдай бастады. Пайғамбар болса оған қарап, «Я Абу Бакр, үшіншісі Алла болған, екеу жайлы не дейсің?» деді. «Сен үшіншісі Алла болған, екеу жайлы не дейсің?» Алла тағала бұл жайлы Құранда былай дейді. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. Егер сендер пайғамбарға жәрдем етпесеңдер де, оны кәпірлер Меккеден шығарған кезде екінің бірі болған. Сонда Сурақа пайғамбар мен оның серіктерін ұстай алмайтындығын түсінді. Ол оларға алыстан айғайлап шақырды да, олар оны күтті. Сурақа пайғамбардың жанына жақындады. Өйткені ол бұл жерде бір сыр бар екендігін түсінді. Ол оларды Аллахтың өзі қорғап жатқандығын түсінді. Және оларды ұстау оның қолынан келмейтіндігін білді. Пайғамбар оған, сен өзіңнің келген жеріңе қайту жайлы, еліңе қайту жайлы не дейсің? Өз еліңе орал да, біз жайлы айтушы болма деп ұсынды. Яғни, біз жайлы ешкім білмейтіндей шара жаса. Бізді көргеніңді Құрайыштарға айтпа. Және біздің жүрген жолымызды ешкімге білдіртпе. Сурақа оған, маған бұл үшін не болады деп сұрады. Ол, саған Хасройдың білезігі деді. Хасройдың мемлекеті ол кезде ең ұлы мемлекет болатын. Ал Хасрой ең мықты билік иесі еді. Пайғамбар оған, мен саған оның білезігін беремін деп тұр. Пайғамбар бұны қалайша айтып тұр? Бұл ашық аяндардың бірі еді. Сурақа осы уәде жазылған парақты алды. Бұл артынан жүзеге асты. Сурақа уақыт өтісімен ислам қабылдады. Ол Омардың Парсы елін ашқан әскерінде болды. Омарға Хасройдың білезігін берген кезде ол, Сурақа қайда? Сурақа міндетті түрде осында болу керек деп жар салды. Омарға Сурақаны алып келгенде, мынау пайғамбардың уәдесі, Хасройдың білезігі. Бұны қолыңа тақта, сахабаларға апарып,
пайғамбардың уәдесін естірт, және оның уәдесінің орындалғандығын айт деді. Ал Сұрақа болса, қолына білезікті тағып, сахабалардың арасына барып, болған оқиғаны айтып берді. Ал сахабалар болса, өздерінің сүйікті пайғамбарларын естеріне алып, көздеріне жас келді. Бұл оқиға осылай өзінің аяғын тапқан еді. Сұрақа Меккеге оралып, пайғамбар жайлы және оның серіктері жайлы хабарды ешкімге айтпастан құпия ұстады. Осылайша пайғамбар мен оның серіктері Аллахтың қорғауында Мединаға қарай сапар шегіп жатты. Оларды онда күтуде еді. Жол бойында пайғамбар мен оның досының қарындары ашып шөлдеді. Олар алыстан шатыр көрді. Оның ішінде бір адамдарды көрді. Пайғамбар мен оның жанындағы серіктері сол шатырға қарай асықты. Олар оған жақындағанда шатыр ішінде Мабат дейтін әйелден басқа ешкім болмай шықты. Пайғамбар ол әйелге сәлем берді. Осыдан кейін өздеріне тамақ беруін сұрады. Мабат оған, бұл жыл құрғақшылық жылы да, сондықтан бізде жейтін еш нәрсе жоқ деді. Пайғамбар ашығып желіне тартылған қойды көрді. Ол Мабаттан, бұл не қой деп сұрады. Ол, бұл қой отардан қалып қойды, онда әліп аларлық еш нәрсе жоқ. Өйткені ол басқа қойлармен еріп, отқа шығатын күші де қалмады деді. Пайғамбар оған, маған оның сүтінен бересің бе деді. Ол, оның желіні бос, онда еш нәрсе жоқ деді. Сонда пайғамбар оған, маған оны сауып көруге рұқсат бересің бе деді. Мабат оған рұқсат етті. Ол әйел оның пайғамбар екенін білмеді. Ол Аллахқа дұға жасады да, содан кейін қойдың желінін сипап сауа бастайды. Желіні сүтке толды. Бұл кімнің игілігі еді? Бұл пайғамбардың игілігі еді. Ол қойды сауып, ыдысын толығымен сүтке толтырды. Ол сүттен өзі ішті, жанындағы серіктері ішті, Мабат ішті. Сосын торсықты сол қойдың сүтімен толтырды. Осыдан кейін барып, оның желіні одан еш нәрсе шықпағандай бәз-бая қалпына келді. Бұл пайғамбардың игілігі еді. Мабат таң қалды. Сонымен не болды? Бұның қалайша болуы мүмкін? Пайғамбар мен оның серіктері Мабаттың шатырынан шығып кетті де, біраз уақыттан кейін оның күйеуі оралды. Мабат болған оқиғаны хабарлап, жаңалығын айтып берді. Күйеуі оған, сонымен сенің жанынан өткен кім деді? Сонда Мабат артынан пайғамбар жайлы айтылған барлық кітаптарда өзінің орнын тапқан суреттемесін былай деп айтып берді. Мен түсі нұрлы адамды көрдім. Оның түрінде әбігерлік пен ашығандықтың белгісі болмады. Ол көрікті әрі сүйкімді болды. Оның кірпіктері сүрмемен боялғандай ұзын болды. Оның даусында құлаққа жақсы әсер беретін қыры болды. Мойны ұзын, ал сақалы қалың, және қастары қосылған ұзын болды. Ол үндемей тұрғанда сенімді, құрметпен тұратын. Ал сөйлесе, одан да тамаша болып кететін. Алыстан адамдардың ең әдемісі болып көрінетін. Ал жақыннан адамдардың ең жақсысы болатын. Ол әдем сөйлейтін және сөздері тым қысқа да, тым ұзақ та болмайтын, анық болатын. Ал сөздері жерге түскен маржандай еді. Бойы тым ұзын да, тым қысқа да болмады. Оның жол серігі 2 адам болды. Сонда ол үшеудің ең әдемісі және ең құрметтісі болды. Оның серіктері оған құрмет көрсететін. Егер ол сөйлесе, мұқият тыңдайтын. Егер ол оларға бір нәрсе әмір берсе, олар оны орындауға асығатын. Және ол ашулы да болмады, және бос сөздер де сөйлемеді. Сонда күйеуі оған, мен ол болған Мұхаммад және оның достары деп ойлаймын деді. Бұндайды Мұхаммад қана істей алады. Ал пайғамбар болса, Меккеден кейінгі екінші отаны болған Мединаға бет алды. Пайғамбар Меккеден шыққан уақытында ол артына қарап, Меккеге қарап, Аллахтың атымен ант етемін. Арасында сен менің ең сүйікті жерімсің. Егер сенің тұрғындарың мені қуып шықпағанда, онда мен сені ешқашан тастамас едім деді. Осылай пайғамбар жолға шықты да, ал ұлы да құдіретті Алла оның қорғаушысы болды. Осылай пайғамбар жолға шықты да, ал ұлы да құдіретті Алла оның қорғаушысы болды. Ал біз болсақ, Аллахтың елшісіне, Аллахтың игілігімен сәлем болсын деп, бүгінгі тақырыбымызды аяқтап, сіздермен қоштасқалы отырмыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.